Еуропалық одақ елдерінің елшілері сәрсенбі күні Украинадағы соғыстан қашқан азаматтарға берілген уақытша қорғау мәртебесін 2028 жылдың наурызына дейін ұзартуға келісті. Алайда бұл мәртебе 23 пен 60 жас аралығындағы ер адамдарға берілмейді. 2027 жылдың наурызынан бастап уақытша қорғау мәртебесі тек Украинадағы әскери міндетін өтеген азаматтарға ғана беріледі. Бұл шешім Украина үкіметінің өтініші бойынша елдің қарулы күштерін күшейту мақсатында қабылданды. Украинада әскери жағдайға байланысты 23 жастан асқан ер адамдардың көбі елден шыға алмайды, себебі олар әскери қызметке міндетті. Соған қарамастан соңғы жылдары әскерге шақырылатын жастағы кейбір украин ерлері елден заңсыз шығып, Еуропа одақ елдерінде уақытша қорғау мәртебесін алған. Frontex дерегіне сәйкес, биыл Украинадан Еуропа одағына заңсыз өткендер саны 1000-ға жуық болды, ал 2025 жылы олардың саны 10 000-нан асты. Еуропадағы украин босқындарының 26,6%-ын кәмелетке толған ер адамдар құрайды. Қазір Еуропа одағында уақытша қорғау мәртебесін алып жүрген адамдарға бұл өзгерістер әсер етпейді. Бұл бағдарлама Ресейдің 2022 жылғы кең ауқымды басқыншылығынан кейін енгізілді. Соның арқасында украиндар Еуропа одақ елдерінде босқын мәртебесін рәсімдемей-ақ тұра алды.